Жасанды интеллектке негізделген сөйлейтін аватарды жасау жолын үйренгің келсе, видеоның соңына дейін қара. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, дәл осындай жасанды интеллектке негізделген сөйлейтін аватарды қалай жасау керек жолын көрсететін боламын. Ол үшін интернетке studio.d/id.com деп жазып кірсеңіздер, осы сайтқа кіретін болады. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп жұмыстансаңыздар болады. Бұл сайт негізі ағылшын тілінде, сіздерге қазақ тілі немесе орыс тілі керек болса, онда мышканың оң жағын басу арқылы перевести на казахский немесе русский деп тілін ауыстырып алып жұмыстануға болады. Енді бұл сайтпен емін-еркін жұмыс жасау үшін біз міндетті түрде тіркелуіміз қажет. Тіркелу үшін асты жағында қонақ деген бөлім бар. Соны бассаңыздар, кіру, тіркелу деген ашылады. Сол үстінен басу арқылы өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша немесе почтаңыз арқылы тіркеліп алсаңыздар болады. Тіркелу өте оңай. Осы әрекеттерді орындағаннан кейін бізде сайтымыз толығымен ашылатын болады. Ағылшын тіліне ауыстырылып кетті автомат түрде. Бізге қазақ тілі керек, ол үшін мышканың оң жағын басу арқылы перевести на казахский деп қазақ тіліне ауыстырып алатын боламыз. Енді бейне жасау үшін жоғары жағында бейнені жасау деген бөлім бар. Сол бөлімге барсаңыз, қараңыздар, осы сайттың ұсынған бірнеше аватарлардың түрлері бар. Осы жерден кез келген бір аватарды таңдау арқылы видео жасап алсаңыз болады, немесе қосу деген кнопканы басу арқылы өзіңіздің компьютеріңізде сақталған кез келген аватарды, яғни фотосуреттерді жүктеп алып келу арқылы осы сайтқа видео жасап алсаңыздар болады. Енді осы аватарды сөйлету үшін сценарий деген бар және аудио деген бар. Аудионы бассаңыздар, өзіңіздің компьютеріңізде сақталып тұрған кез келген аудионы жүктеп алып келуге болады. Немесе сценарий деген жерге барсаңыз, осы аватар не жайында сөйлейді, соны жазсаңыз болады осы жерге. Немесе дайын тұратын болса, онда көшіріп алып келу арқылы осы жерге қойып аватарды сөйлетсеңіз болады. Мінекей, осы аватар не жайында сөйлейді, осы жерге жазамыз. Енді бұл сайттың ерекшелігі, бұл жерде қазақ тілі бар. Астында дауыстар деген жерде Дәулеттің және Айгүлдің дауысы бар. Енді осы аватарды сөйлету үшін бейне жасау деген кнопка бар, соны басу арқылы видеомызды жасап алатын боламыз. Бұл сайт негізі ақылы. Сіздерге қолдану үшін мына жерде 19 кредит деп тұр. 20 аватарды қолдану үшін тегін ұсынатын болады. 20 аватардан көп қолдансаңыз, онда ақылы болып кетеді. Енді қараңыздар, біздерде бейне сәтті жүктелді, жасалды деп тұр. Енді осы видеоның үстіне барсаңыз, қараңыздар, 3 нүкте шығады. Осы 3 нүктені бассаңыз, осы жасалған видеоны жүктеп алуға болады. Сонымен қатар бөлісу деген кнопканы бассаңыз, осы әлеуметтік желілер арқылы бөлісуге болады. Сонымен қатар жасаған видеоңызды жойып тастауға болады. Енді қазір осы видеомыз қалай шыққанын көру үшін бізде жүктеп алғаннан кейін компьютеріміздегі загрузки бөліміне барады. Сол жерден ашып қарайтын боламыз. Қайырлы күн достар. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыр және достарыңмен бөлісіп отыр. Қайырлы күн достар. Өте керемет, кез келген аватарды, фотосуреттерді осылай осы сайтқа жүктеп алып келу арқылы сөйлетіп алсаңыздар болады. Өте керемет. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы видео ұнаса, пайдалы болса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын, және осындай пайдалы ақпараттарды өзіңіздің достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.